Сәлем достар, сіздердің назарларыңызға артық болмас білгенің бағдарламасын ұсынамыз. Бұл бағдарламада әлемдегі неше түрлі қызықтар жайлы айтатын боламыз. Досым, Жапониядағы мынандай бір қызықты деректі білесің бе? Ендеше құлақ тұр. Жапондық студенттер өздерімен бірге міндетті түрде емтиханға кит-кат шоколадын алып кіреді. Неге десеңіз, олардың бұл бойтұмары болып есептеледі. Тілінен кито-катсу сөзі міндетті түрде жеңемін деген мағынаны білдіреді. Ендеше, досым, сен де өзіңмен бірге емтиханға Қазақстан шоколадын алып кір. Ол сені рухани байтатындығына кәміл сенімдімін. Ал сіз әлемдегі ең ұзын шпаргалка жайлы білесіз бе? Литвадағы Шаяоли университетінің физика-математика факультетінің студенттері 600 метрге жететін шпаргалка жасап шығыпты. Шпаргалканы 68 студент 16 сағат бойы дайындаған екен. Ұзындығы университеттің жатақханасынан оқу орнының орталығына дейін жетеді деседі. Қазіргі таңда бұл шпаргалканы студенттер университет деканына ұсынған екен. Бұл ең ұзын шпаргалка Гиннес рекордтар кітабына енген деседі. Студент шақта жастардың гитарамен ән айтып, таңға дейін қыдырып, ұйықтамай жүретін керемет шақтары. Алайда оның есесіне студенттер сабақ уақытында маужырап отырады. Франциядағы Нат қаласындағы бір университетте бұл жағдайға бей-жай қарамаған екен. Әрине, студенттерге арнайы ұйқы бөлмесін ашып қойған. Бұл ұйқы бөлмесінде шылым шеуге, құшақтасуға, қатты сөйлеуге, музыка тыңдауға болмайды. Қымбатты дос, саған бүгінгі қызықты деректер ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кет.